Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 93-ші сабақ. Осы сабақта кездесетін барлық жаттығуларды бірге орындайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жіктеу есімдігі. Мәтінді тыңда. Бүркіттер тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол бүрген кезде түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп баулыған бүркіттер қасқырда да тай салмай алады. Бүркіттер қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Су бүркіті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917-1922 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адамның суық қолынан өлген. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы кеми бастаған соң, қазіргі барлық елде бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің елімізде бүркіттерге ешқандай қастандық жасалмайды. Олай болса, осы жаттығуға байланысты сұрақтарға жауап берейік. Бүркіттер туралы не білдің? Бүркіттерді не үшін қолға үйретеді? Яғни біз бүркіттің өте қауқарлы құс екенін, ол түлкі, қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түсетінін білдік. Бүркіттерді не үшін қолға үйретеді? Бүркіттерді аң аулау үшін қолға үйретеді. Себебі ол бүрген кезде қасқырды да алып ала алады. Бүркіттерді қорғауға қатысты өз пікіріңді білдір. Бүркіттерді қорғау туралы заңды күшейту керек деп жазуға болады екен. 42-ші жаттығу кестеде көрсетілген ақпаратты пайдаланып бүркіт туралы мәтін құрап жаз. Мекендейтін жері Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулар, Іле Алатауы. Қай жерге ұя салады? Биік ағаштар мен зәулім жартастарға. Ұя салу науқаны наурыз-сәуір айлары. Жұмыртқа саны 1-2. Қандай құсқа жатады дегенге жыртқыш деп жазып қойдық. Енді осы мәліметтерді пайдаланып, мынадай мәтін құрастыра аламыз. Бүркіт жыртқыш құс. Олар Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары мен Іле Алатауын мекендейді. Бүркіт ұясын биік ағаштар мен зәулім жартастарға салып, 1-2 жұмыртқа табады. Ұя салу науқаны сәуір, наурыз айларында басталады деп құрастыруға болады. 44-ші жаттығу түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып жаңылтпашты оқы. Қара бүркіт томағасын түсірді, оны мен томағаламай, кім томағалайды? Деп есімдіктерді қоямыз. Сұрау мәнінде жұмсалып тұрған есімдік бұл жерде кім? 45-ші жаттығу сөйлемдерге тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Мен мына жерде барлық тыныс белгілерді қойып қойдым, дұрыс нұсқасын жазып қойдым және қойылған тыныс белгілерді қызылмен белгілеп қойдым. Сондықтан дұрыс нұсқасын бірден оқып шығамын. Саятшылық құс салып аң аулау өнері. Мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Олар көбіне бүркіт, лашын, сұңқар секілді жыртқыш құстарды аңға салып баулайды. Сол құстармен аң аулайды деп мәтінді толықтырамыз. Осы жерде лашын туралы сөздіктен қарау керек деп жазылып тұр. Сол себепті мынадай қысқаша мәлімет жазып қоямыз. Лашын сұңқар тұқымдасына жататын жыртқыш құс екен. Және соңғы 46-ші жаттығу суретке назар аударып, осы бойынша әңгіме құрастырамыз. Қарлығаш киелі құс. Қазақ халқы қарлығашты ежелден жақсы көрген. Оларға қатысты көптеген ырым жорамалдар да бар. Қарлығаш ұя салған жерде береке, бірлік, молшылық болады дейді. Биыл біздің үйге қарлығаш ұя салды. Киелі құстың біздің үйге ұя салғанына мақтанамыз деп қысқаша сурет бойынша әңгіме құрастыруға болады. Олай болса, бүгінгі сабаққа қатысты барлық тапсырмаларды орындап шықтық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.